ақша бар. Яки қарапайым азаматтарды айыптау. Мен бұған басып өтуім қарсымын. Азаматтар мысалы біздің өзіміз мәміске көбіміз қаражат төлейміз, өйткені бізде басқа амал жоқ. Бізден ешкім сұрамайды. Төлейсің ба жоқ па деп. Әу баста заңды таныстыру кезінде мен айтып едім ғой. Бұл міндетті медициналық сақтандыру деп қарамаймын. Бұны мен салықтың бір түрі деп қараймын. Өйткені бізде корпоратив салық пен табыс салығын қалай ұстайды, дәл солай бізде мәмістен де ұстайды. Біздің таңдауымыз жоқ, бұл үлкен қателік деп. Және осы азаматтардан ынталандыру мақсатында берген ұсынысымыз болды, яки біздің мәміске төлеген ақшамыздың бір бөлігі бөлек қор ретінде болсын. Және ол жерде қаражатымыз кейін косметология бар, косметологияда әлі бетті нені әрлеу емес, ол түрлі адамның бір табиғи кем-кетік болуы мүмкін, соны түзеу үшін пайдаланады, басқа да стоматология, басқа дүниелерге пайдалануға мүмкіндік беру керек деп ұсыныс бердік. Бұл ұсынысымыз біздің жұмыс тобында талқыланды, негізінен қолдау тапты, бірақ өкінішке орай бүгінге дейін екінші оқылымның ішінде болмады бұл норма. Себебі бұны жұмыс тобы үкіметке қорытындыға жіберген, қорытынды уақытылы келмеуіне байланысты, бірақ біз денсаулық сақтау министрлігімен жұмыстандық және бұл нормаларды күзде қайтадан енгіземіз деген біздерге өзінің уәдесін берді. Себебі бізге осы жазда бұйырса денсаулық туралы үлкен заң жобасы келе жатыр. Бір, екінші, бірақ та біз мына мәміске қатысты көптеген талаптарды күшейттік, білесіздер. Бұрын жай ғана қадағалау болса, надзор яки тексеру мүмкіндігін бердік. Және де барлық мынау медициналық ұйымдар бар ғой, қаражат алатын. Соларға қаражатты беру кезінде біз міндеттеме енгіздік, яки қандай да бір медициналық ұйымда бір қателік кетіп, адамның өміріне қатер төнсе, адам қайтыс болса, қазір оны дәлелдеу білесіз азаматтарға мүмкін емес. Оны сараптама жасау керек дейді, сараптама жасайды баяғы сол дәрігерлер, шындыққа жете алмайсыз. Енді біз енгіздік, яки министрдің тиісті қаулысымен тексеріс тағайындалуы мүмкін. Және масс-медиада, яки сіздермен ресми теле, радио, газетте масс-медиа шыққан, дәлелмен шыққан материалдардың негізінде медициналық ұйымдарға тексеріс тағайындалуы міндеттеледі. Әріптестер, бұл жерде сіз бен бізге де үлкен жауапкершілік артылып отыр. Сондықтан енді өзінің тиісті дүниелері бар. Басты мәселенің бірі болды, бұрын білесіз, мәміске қатысты төлемдерді азаматтар 3 ай төлей алмай қалса не болады? Бүкіл медициналық күштен айырылып қалатын. Әсіресе мұғалімдерге қатысты. Мұғалімдер мамырдың аяғында оқу барлығы бітеді, оларға бірден аударып тастайды, 3 ай бойы сабақ жоқ, қыркүйектің аяғындағы аударымда бітті, олар есептелмей мәмістен шығып қалады. Біз бұны 6 айға дейін создық. 6 ай төлемеген азамат емделе беру құқығы бар. Екінші, мәміс туралы заң кірген кезде бұл кісілер айтты, ГОБАЕБ дейміз, яки мемлекеттің міндетті кепілдік берген емдеу бар. Соның бәрін алып тастайды. Бұған біз қарсы болдық, яки біз енді барлық азаматтар үшін қалдырдық. Азамат қандай да бір жағдаймен ауырып келеді, немесе жедел жәрдеммен келеді, немесе өзін дұрыс сезінбей тіркелген орталығына келеді ғой. Келгеннен кейін азаматты қарау, тексеру түбегейлі және диагноз қойып бергенге дейін қаралып, тегін болып сақталатын болды. Осыған біз қол жеткіздік. Мейлі ол мәмісте болсын, мәмісте болмасын,